күн құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге барлығымызға керек қолданыста жүрген растяжканы ешкімге ақша төлемей өзіміз қолдан қалай жасайтынын үйрететін боламын. Бұл растяжканы біз кез келген сынып сағатымызда, сыныптан тыс іс-шараларда, тағы басқа жерлерде қолданысқа өте көп қажет болып жатады. Енді ал кеттік. Ол үшін бізге ең бірінші Pinterest деген мынандай мінекей программаны өзімізге жүктеп алуымыз керек болады. Pinterestқа кіргеннен кейін ең бірінші бізге не жасасын деп тұрады. Мінекей мына жерде адамның суретін бассаңыздар, тіркелу керек болып тұрады. Тіркеліп, Gmail аккаунтпен тіркелгеннен кейін ішіне өтесіздер. Ішіне өткеннен кейін поискты басып, мысалы керек нелеріңізді жазасыздар. Растяжка деп жазсаңыздар, әртүрлі мінекей астына қарай түссек, бір растяжканың ішіне кірсек, осы растяжкаға ұқсас әртүрлі растяжкалардың несіне түсесіздер. Мінекей барлығы бір неде сарындағы растяжкалар. Енді бізде алдымызда мінекей қазір тәуелсіздік күні келе жатыр. Сол мерекеге орай мысалы осындай растяжканы таңдайын. Тағы да басқа түрлері өте көп. Мына жерде таңдауларыңызға қарай дайын алсаңыздар болады. Болмаса өздеріңіз қолданды жасауға болады. Мінекей осындай, болмаса мынандай растяжкада тұр. Мінекей осындай растяжкалардың біреуін алып, қазір мысал ретінде көрсететін боламын. Мысалға мен мынау бәрібірде осы растяжканы алайын. Мына 3 нүктені басып, скачать изображение дегенді басасыздар. Сурет біздің галереямызға жүктелінді. Жүктелінгеннен кейін мына жерде мінекей мен CapCut приложениясын бөлек қойдым. Мінекей CapCut деген приложенияға кірем. Мен өзім жеке осылай жасаймын. CapCut приложениясына кіріп, мысалы фотоны басып, жаңағы таңдап сақтап қойған суретімізді таңдаймыз. Мінекей добавитті басып, біздің осы екі бетіміз осылай кіреді. Енді осы жерге біз текст дегенді басып, мінекей текст дегенді басып, әріп қоятын боламыз. Добавить текст. Енді текстта біз жаңағы шрифттар осы өзінің CapCut'тағы стандартты шрифттары. Егер мына жерде біз добавить шрифт дегенді басатын болсақ, бізге бұл жерге өзіміздің қалаған шрифтімізді қосуға болады. Ол үшін бірақта мен мінекей бір қазақша шрифттарды қосып қойдым, әдемі жазу үшін. Ол үшін сіздерде Telegram каналға өтіп, Телеграмға казахский шрифты деп жазсаңыздар, осындай каналға қосыласыздар. Бұл каналда өте көптеген қазақша әдемі шрифттар бар. Кез келген шрифтті осылай өздеріңізге жүктеп алып, мына CapCut приложениясында добавить шрифт деп, мына жерде плюсты қоссаңыздар, загрузить файл деп жүктеген жаңағы шрифттарыңызды таңдап қоса бересіздер. Ал кеттік әрі қарай. Енді мен таңдаған шрифтімді таңдаймын. Тағы да шрифтіма барып, стилімді таңдаймын. Мысалы, мынандай әріпте жазатын боламын. 16 желтоқсан болғаннан кейін тәуелсіздік күні құтты болсын деп жазайық. Бас әріппен Т әріпін жазайық. Мына жерде стилді бәрін өзгертуге болады. Обводкасын мысалы кішірейтіп, болмаса үлкейтіп, осылай тәуелсіздік деген күнді жазып шығамыз. Бұл әріпте болдық. Енді көшіріп, мысалы көшіреміз де, мына жаққа екіншісін көшіріп жазамыз. Жаққа енді
тәуелсіздік бас әріппен барлығын бас әріппен жазып шықсаңыздар да әдемі болады. Болмаса жаңағындай керек әріптеріңізді жазатын боласыздар. Ал енді осыны жасағаннан кейін мен енді екі әріпті ғана көрсетейін, ұзаққа видео созып кетпесін. Жасап болғаннан кейін, қажетті әріптеріңізді жазып болғаннан кейін, әрбір жасаған осылай скрин жасап отырасыздар. Скрин жасап, керек жоқ жерін кесіп тастап, керек жерін ғана қалдырып қоямыз. Өзімізге жүктейміз. Маған екі әріп дайын болды. Енді бұл жасалынған дүние бізде галереяда сақталынады. Галереяға кірсеңіздер, мінекей осылай сақталынып тұрады. Осылай басқа да жаңағындай әріптерді жазып шығып, Wordқа болмаса дәл осы сурет күйінде шығарып қолдана берсеңіздер болады. Жаңағы Pinterestқа кірсеңіздер, өте көптеген басқа да растяжканың түрлері бар, басқа да грамоталардың, мадақтамалардың түрлері өте көп. Игіліктеріңізге жарасын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назым Оңғарбаевна. Сау болыңыздар.